сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Сіздердің назарларыңызға қолданбалы саясаттану пәнінен 11-ші дәрісіміз саясаттағы ақпараттық технологиялар тақырыбындағы дәрісімді ұсынатын боламын. Ақпараттық технологияларды қолданбалы саясаттанудың саласы ретінде қарастыратын болсақ, саясаттағы ақпараттық технологиялар бұл саяси процестерді басқару, ақпаратты тарату, қоғамдық пікір қалыптастыру, сайлау өткізу, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін ақпараттық технологияларды қолдану. Яғни ақпараттық технологиялар қолданбалы саясаттанудың облысы ретінде бұл салада ақпараттық жүйелер мен технологиялар саяси шешімдер қабылдау процесінде маңызды рөл атқарады. Ақпараттық технологиялар мен саяси шешімдерді қабылдау арасындағы байланыстарға келетін болсақ, ең бірінші деректерді жинау, немесе талдау, үкіметтер мен саяси ұйымдар ақпараттық жүйелер арқылы қоғамның әлеуметтік экономикалық жағдайын, қоғамдық пікірді және басқа да маңызды деректерді жинай алады. Екіншіден, қарым-қатынас және байланыс жасайды, яғни интернет және басқа да цифрлық платформалар арқылы азаматтар мен үкімет арасындағы тиімді байланыстарды орнатуға мүмкіндік береді. Үшіншіден, шешімдер қабылдау процесін автоматтандырады, яғни компьютерлік алгоритмдер мен жасанды интеллекттер шешімдер қабылдаудың дәлелдігін арттыруға әжептеуір көмектеседі. Келесі, қоғамдық пікірді мониторингтеу, ол әлеуметтік желілер мен басқа да онлайн алаңдар арқылы халықтың пікірін бақылай алады. Келесі, ақпараттық технологиялар құрылымын анықтайтын болсақ, ең бірінші деректерді жинау құралдары. Яғни бұнда қоғамдық пікір мен мінез құлық анықталады. Екінші, деректерді өңдеу жүйелері. Бұл жерде мәліметтерді талдайды және шешім жасайды. Үшінші, коммуникациялық платформалар, ол халықпен байланыс жасайды және ақпарат таратады. Одан кейін шешімдер қабылдау, яғни шешімдерді қабылдауды жылдамдату және автоматтандыру процесімен айналысады. Келесі, қоғамдық пікірлер мониторинг жүргізу, яғни қоғамдық пікірді бақылайды, оған жауап береді. Электрондық қолданбалы саяси технологиялардың сипаттамасына келетін болсақ, технологиялар бұл саяси процестерді басқару, әлеуметтік қатынастарды реттеу, қоғамда саяси жүйенің тиімділігін арттыру мақсатында қолданылатын әдістер мен тәсілдер. Қолданбалы саяси технологиялар теориялық және практикалық деңгейде жүзеге асырылады. Теориялық деңгейде олар саясаттанушылар мен зерттеушілер тарапынан жасалады, ал практикалық деңгейде олар саясаткерлер мен басқарушы органдар арқылы қолданылады. Қолданбалы саяси технологиялардың түрлеріне, яғни сайлау технологиялары ең бірінші. Екінші, бұның мазмұны сайлау науқаны кезінде дауыс жинауды арттыру үшін қолданылатын әдістер болып табылады. Екінші, ақпараттық технологиялар, ол саяси ақпарат тарату, яғни әлеуметтік желілерді пайдалану. Одан кейін қоғамдық пікірді басқару, онда қоғамдағы көзқарастар мен сенімдерді қалыптастыру және басқару болып табылады. Соңғысы, манипуляция және пиар технологиялар, яғни қоғамдық сана мен саяси пікір бақылау болып табылады. Шешімдерді қабылдауда ақпараттық технологиялардың рөлі мынандай болады. Яғни бірінші, ақпарат жинау және өңдеу, екінші, деректерді талдау, үшінші, ақпараттық ашықтық, төртінші, қоғамдық пікірді мониторингтеу болып табылады. Ақпараттық технологияларды қалыптастыру факторларына келетін болсақ, ең бірінші технологиялық инновациялар. Оларға сипаттама беретін болсақ, яғни жаңа ақпарат құралдар мен технологияларды дамыту болып табылады. Екіншіден, құқықтық және нормативтік орта, яғни ол жерде ақпараттық технологияларды реттейтін заңдар мен ережелердің жиынтығы болады. Одан кейін экономикалық факторлар, бұл жерде қаржы, ресурстар мен инвестициялар. Одан кейін әлеуметтік факторлерде қоғамның ақпараттық технологияларға сұранысы және қажеттілігі. Одан кейін білім беру жүйесі, ол жерде ақпараттық технологиялар арасында жоғары білікті мамандарды даярлау негізге алынады. Соңғысы, халықаралық ықпалдастық, бұл жерде әлемдік деңгейде ақпараттық технологиялардың дамуы мен бірлескен тәжірибе алмасады. Енді ақпараттық функционалдық өзгерту мен шешім қабылдау технологиялары,
Яғни бұл жерде үгіт насихат түрлері, ақпараттық технологиялар қазіргі қоғамдағы саяси процестерді, соның ішінде шешім қабылдау мен қоғамдық пікірді қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Ақпараттық функционалдық өзгерту дегеніміз ақпаратты өзгертеді, өңдейді, саяси мақсаттарда пайдаланудың түрлі жолдары мен әдістерін білдіреді. Ақпаратты өзгертудің технологияларына келетін болсақ, біріншіден деректерді өңдеу және талдау жүйелері, екіншіден алгоритмдер мен жасанды интеллекттерді пайдалану, үшіншіден ақпаратты манипуляциялау болып табылады. Шешім қабылдау технологиялары бұл ақпаратты жинау, талдау, шешім қабылдау жүйесіне енгізу үшін қолданылады. Бұл ақпараттық жүйелер, яғни үкіметтік немесе саяси партиялар үшін түрлі ақпараттық жүйелер жасалады. Екінші, басқару жүйелері. Бұл басқару жүйелері мемлекеттік басқару мен шешім қабылдау жүйелері, әдістері мен құралдары, олардың қоғамдық мәселелерді шешуге көмектеседі. Үгіт насихаттық ақпараттық технологиялар қоғамдық пікірді басқару және саяси мақсаттарға жету үшін қолданатын технологиялар болып табылады. Олар саяси партиялар, үкіметтер немесе қоғамдық ұйымдар үшін азаматтардың назарын өз мақсаттарына аударады. Үгіт насихаттық ақпараттық технологияларға нені жатқызамыз? Яғни әлеуметтік медианы жатқызамыз. Одан кейін веб-сайттар мен блогтарды жатқызамыз. Одан кейін интернет жарнамаларын да жатқызсақ болады. Келесі, интернет қазіргі заманғы қарым-қатынас пен ақпарат алмасудың маңызды құралы болып отыр. Қазіргі таңда оның мүмкіндіктері саяси коммуникацияда кеңінен қолданылып келеді. Яғни интернеттік қарым-қатынас құралы ретінде, яғни негізгі технологияларын айтатын болсақ, ол ақпарат таратады. Ең бірінші, интернет арқылы саяси партиялар, жаңағы үкіметтер мен қоғамдық ұйымдар өздерінің бағдарламалары мен саясаттарын таратады. Екіншіден, әлеуметтік желілер, яғни Facebook, Twitter, Instagram сияқты платформалар арқылы қоғамдық пікір қалыптасады. Пікірталастар жүреді. Саясаткерлер өздерінің көзқарастарын осы арқылы жеткізе алады. Одан кейін интернет форумдар мен чаттар, яғни азаматтардың өз пікірін ашық білдіреді, түрлі саяси мәселелер туралы талқылаулар жүргізе алады. Соңғысы блогтар, яғни бұл жерде видеоблогтар арқылы саяси сарапшылар мен белсенді азаматтар өздерінің пікірлерін білдіріп, саяси жүйеге әсер етуге тырысып бағады. Енді интернеттің саясаттағы рөліне келетін болсақ, ол демократияның дамуы, ақпаратты манипуляциялау және интернет активизм болып табылады. Енді бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісте кездескенше сау саламатта болыңыздар.